Ассалаумағалейкум достар. Биржаға қатысты қазақша трейдинг атты видео топтамамның 3-ші бөліміне қош келдіңіздер. Бүгінгі ролигімде өзімнің саудада қолданатын жүйеммен, яғни стратегиямен бөліскелі отырмын. Алгоритм мен трейдер күнделігі деген не, оларды қалай жүргізеді деген сияқты сұрақтарға жауап аласыздар. Қызық болады деп ойлаймын. Ал кеттік ендеше. Сауда стратегиясы бұл трейдердің қаржы нарығындағы сауда жасау кезінде барлық әрекеттерін белгілейтін ережелер жиынтығы. Ол бірінші кезекте тез және дұрыс шешім қабылдау үшін қажет. Оның трейдерге берер пайдасы нарықта табысты мәміле жасау мүмкіндігін арттырады. Сондай-ақ кіріс пен тәуекел арақатынасын басқаруға мүмкіндік береді. Трейдер нарықта болып жатқан жағдайлар мен заңдылықтарды зерттей келе, өз саудасында тұрақтылық орнату мақсатында қатаң түрде рет-ретімен орындалуға тиіс шарттардың тізімін жасайды. Бұл алгоритм деп аталады. Трейдердің жасаған әр саудасының табысты не сәтсіз орындалуына статистика жүргізу мақсатында трейдер күнделігін жүргізген дұрыс. Оның ішіне жасалған әр мәмілесі туралы бүкіл ақпарат енгізіледі. Мәміленің ашылуы, жабылуы, күні мен уақыты, позицияға кіру және одан шығу себептері, жасалған мәміледен түскен кіріс немесе залал мөлшері қандай деген сияқты. Сәтсіз шыққан мәмілелер болса, оларға анализ жасау арқылы қателерді түзету жұмыстарын жүргізуге болады. Келесі күнге әлеуеті жоғары сигналдар болса, оларды белгілеп, түртіп, дайындап қоюға ыңғайлы. Алдыңғы видеомда айтқанымдай, нарықтағы барлық деңгейлерді қалыптастыратын ірі ойыншылар. Барлық қатты қозғалыстар осы деңгейлерден бастау алатындықтан, өз сауда стратегиямды осы деңгейлермен байланыстырған жөн көрдім. Сондай-ақ бұл деңгейлерді графикте анықтау еш қиындық тудырмайды. Менің саудада қолданатын 3 стратегиям атаулары: деңгейді бұзу, кері бұрылу және жалған сынама. Әр қайсысын жеке-жеке талдайын. Деңгейді бұзу. Нарықта кімнің ақшасы көп, сол басшылық етеді. Олар әрине ірі ойыншылар. Ірі ойыншылар нарықта тек қана нақты бір бағамен жұмыс жасайды. Екі ірі ойыншы бір бағаның төңірегінде кезіксе, бұл жерде позиция үшін күрес басталады. Бірі нақты бір бағаны жібермей деңгей құрып ұстап тұрса, екіншісі бұл деңгейді барынша бұзуға тырысатын болады. Біріншісі лимиттік, яғни тұрақты ойыншы болса, екіншісі динамикалық ойыншы. Бұл күресте кімнің қаражаты басындырақ, сол жеңеді. Менің деңгейді бұзу сауда стратегиямның шарты бойынша лимиттік ойыншының құрған деңгейі капиталы көп, нарықтың басқа қатысушыларымен бұзылған жағдайда артынан күшті бір импульс болуы қажет. Бұл жердегі импульс деп отырғаным, лимиттік ойыншының құрған деңгейі бұзылғаннан кейін баға қозғалысы тез жүре бастайды. Міне осыны импульс деп атайды. Бағаның бұлай тез қозғалуына себеп, ол бағаның қозғалысына кері бағытта позицияларын ашқан ұсақ ойыншылардың деңгейден кейін қойылған стоп ордерларын орындала бастауы. Яғни олар минусқа кетіп нарықтан ұша бастайды. Лимиттік ірі ойыншының ұстап тұрған деңгейінің бұзылғанын көрген олар кетірген шығындарын қайтару мақсатында енді бағаның артынан еріп қайта кері позициялар аша бастайды. Міне осылай ұсақ ойыншылардың нарықтағы жасаған әрекеттері импульстың пайда болуына әкеп соғады. Импульстан кейін баға деңгейден кері қайтпаса, демек деңгейді бұзу сауда стратегиясы расталған болып саналады. Деңгейді ұстап тұрған лимиттік ойыншы, деңгейді одан әрі ұстап тұруға шамасының жетпейтінін білген ол, қойған позицияларын алып тастау арқылы бағаны одан әрі жібере салады. Бұл стратегия бойынша сауда жасау шарттары алгоритмде көрсетілген. Кері бұрылу. Жоғарыда айтылған деңгейді бұзу сауда стратегиясына ұқсас жағдай делік. Және нарықтың басқа қатысушыларының лимиттік ойыншының құрған деңгейін бұзу үшін жасалған барлық әрекеттері сәтсіз аяқталса, ол осы деңгейді ұстап тұрған лимиттік ойыншының мықты екенін көрсетеді. Бұл деңгейді бұзбақ болған ойыншылардың әлсіз және олардың лимиттік ойыншының ұстап тұрған бағасынан жоғары баға төлеуге дайын емес екендерін білдіреді. Олар өз позицияларын алып тастау арқылы бағаны кері бұрып, лимиттік ойыншының қозғалысын күшейтеді. Бағаның кері бұрылғанын растайтын бардан кейін алгоритмге сәйкес бірден лимиттік ордер қойылады. Немесе, егер мәмілеге бөлінген тәуекел мөлшері мүмкіндік берсе, нарықтағы баға бойынша кіруге болады. Жалған сынама. Алдымен жалған сынама дегеніміз не? Қысқаша мағлұмат беріп кетейін. Жалған сынама постфактумдық құбылыс. Бұл бағаның баға деңгейінен кейін бекітілуінің мүмкін еместігін көрсетеді. Яғни бағаның деңгейді бұзып, кері айналып келіп жабылуы.
Жалған сынама деңгейлердің болуын растайды, өйткені ол тек алдыңғы деңгейлерге ғана қатысты бола алады. Жалпы нарықтағы кездесетін күшті қозғалыстардың көбісі жалған сынамалармен аяқталады. Жалған сынамалар жай және күрделі болып екіге бөлінеді. Жай жалған сынамалар бір бармен жасалса, күрделі жалған сынамалар екі немесе одан да көп барлардан тұрады. Екі немесе одан да көп барлардан тұратын жалған сынамалар бұл орташа шамадағы позиция жиынтығы, яғни ірі ойыншының өзіне позиция жинау мақсатында әлсіз ойыншыларды кейіннен нарықтан лақтырып тастау үшін жасалып отырған әрекеті. Оның деңгейден кейін бағаның жабылуы арқылы барлық ниет білдірушілерді алдап мәмілеге кіруге шақырады. Одан кейін бағаны деңгейден маркет немесе лимиттік ордерін қою арқылы кері қайтарады. Ойыншылар қанағаттандыра алмайтын осы ордерді көріп, позицияларынан шығу арқылы ірі ойыншыға керек қозғалысын береді. Бұндай жағдайларды графиктен жиі байқауға болатындықтан, жалған сынама баға қозғалысын ағымдағы бағытының ауысатынын көрсететін сигнал деп батыл айтуға болады. Нарықтағы мұндай жағдайлардың 90%-ы сіз бен біздің ақшаларымызды тартып алу мақсатында жасалады. Ал енді жалған сынама сауда стратегиясына келетін болсақ, жалған сынамадан кейін баға деңгейді бұзып, кері айналып келіп жабылған болса, лимиттік ордер немесе егер мәміленің бөлінген тәуекел мөлшері мүмкіндік берсе, стоп ордерімізді жалған сынама жасаған бардың ең жоғарғы немесе ең төменгі бағасынан кейін қойып, нарықтағы баға бойынша кіре беруге болады. Алгоритм қалай құрылады және оның ішінде қандай шарттар болуы керек? Өзімнің сауда алгоритмімді мысал ретінде көрсетіп өтейін. Керегін алып, керек емесін алып тастайсыздар деп ойлаймын. Әркімнің өзіне ыңғайлы алгоритмі болған дұрыс. Ең бірінші, нарықтағы жағдайға анализ жасап алу керек. Нарықтағы жағдайға анализ жасау ұзақтығы бір күндік график кезеңнен төмен болмауы шарт. Графиктен ең бастысы жалпы тренд бағытын анықтап алу керек. Тірек және қарсылық деңгей түзулерін жүргізіп, бағаның осы деңгейлерде кезеңі төмен таймфреймдерде өзін қалай ұстайтынын қараймын. Жүргізілген деңгейлерде баға қозғалысына анализ жасау үшін арнайы паттерндарды қолданған ыңғайлы. Саудада қолданатын стратегиям мен алгоритмің қандай мықты болса да, жеңіліссіз сауда стратегиясы болмайды. Сондықтан алгоритмінің екінші тармағын риск менеджментке, яғни әр мәмілеге жұмсалатын тәуекел мөлшеріне арнадым. Үшінші, мәмілеге кіру нүктесін анықтау. Жүргізілген деңгейлерде баға қозғалысына анализ жасау арқылы лимиттік ойыншының бар жоғын анықтаймын. Деңгейлер жалған сынамалармен расталды ма жоқ па? Атар мөлшері қандай? Мәмілеге жұмсалатын тәуекел мөлшері стоп ордерін қоюға жеткілікті ма жоқ па? Егер де осы шарттар орындалған болса, төртінші, мәмілеге кіру шарттарын орындауға дайындаламын. Сауда мәмілесін ашу үшін 5 минуттық таймфреймге өту керек. Ары қарай жағдай сауда стратегиясының орындалуына байланысты. Егер баға жүргізілген деңгейді бұзған болса, импульстың бар жоғын анықтап алу керек. Себебі бұл жай ғана жалған сынама болуы мүмкін. Импульс болған жағдайда 5 минуттық бардың жабылуын күтеміз. Жабылу нүктесі деңгей түзуінен әлдеқайда алшақ жабылса, стоп ордерін деңгей түзуінен кейін қойып, позиция ашылады. Бұл мәміле деңгейді бұзу сауда стратегиясы бойынша жасалған болып саналады. Қалған екі стратегия бойынша мәміленің орындалу шарттары ұқсас. Бірінде лимиттік ойыншының барын анық көре алсақ, екінші жағдайда міндетті түрде жалған сынама болады. Және ол бір бармен болады ма, әлде екі немесе одан да көп барлардан болады ма маңызды емес. Негізгі шарт жалған сынамадан кейін жүргізілген деңгей түзуінің кем дегенде екі бармен расталғанын күту керек. Соңғы екі бар деңгей түзуінен аспауы шарт. Стоп ордері жалған сынама жасаған бардан кейін қойылып, позиция ашылады. Немесе алдын ала лимиттік ордер қоюға болады. Тағы бір шарт, егер табыс әлеуетінің шығынға қатынасы 3/1, 4/1 және одан да жоғары болған жағдайда ғана ордер ашуға рұқсат. Одан төмен болса, ордер ашылмайды. Бесінші, ашық позициядан шығу. Позициядан take profit ордері арқылы шығу. Жасалған мәміле толық орындалып болғаннан кейін, осы мәміле туралы ақпаратты трейдер күнделігіне енгізу керек. Бүгінге осы достар, осы ақпараттарды пайдалана отырып, демошотта әлі де сауда жасап көрсеңіздер болады. Видео ұнап жатса лайк басып, арнаға жазылып пікір қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.